Осы видеода ең ауыр сеанс туралы айтайын деп жатырмын. Менің тәжірибемдегі ең ауыр сеанс. Сеансқа 40-тан асқан әйел адам келді. Аты Синтия болсын. Синтия ханым келді. Негізгі запрос мынандай болды. 5 жыл болды, ұйықтай алмаймын деді. Ұйқым бұзыла береді дейді. Ерте жатам, бірақ түнде оянсам бітті, ары қарай ұйықтау өте қиын дейді. Отбасы құрған, бір баласы бар, күйеуі бар. Синтия бірінші запрос осы болды. Ұйқы қате деді. Ұйықтай алмаймын. Осы видеода менің тәжірибемдегі ең ауыр сеанс туралы айтқым келіп отыр. Сеансқа әйел адам келді, 40-тан асқан, отбасы құрған, баласы бар, күйеуі бар. Бұл кісінің аты Синтия деп айтайық. Синтияның бірінші запросы ұйқы, проблемасы ұйқы. Ұйықтай алмаймын дейді. Түнде бір оянсам, одан кейін ұйықтап қалу өте проблема. 5 жыл болды, ұйқым дұрыс емес деді. Екінші проблема өзіме реніш бар деді. Себебі артық салмағы бар. Артық салмағы бар болғаннан кейін мен барлығын істеймін дейді. Спортпен айналсам, диетада ұстаймын, бүкіл нәрсені істеймін, дегенмен артық салмағымды тастай алмай жатырмын дейді. Бағанағы бірінші запросы бар еді, ұйқым дұрыс емес болғаннан кейін бағанағы артық салмақ тастауды проблема сияқты дейді, потому что салмақ тастау үшін ұйқыны дұрыстау керек. Мен ұйықтай алмағаным үшін салмақ тастай алмаймын дейді, сол үшін өзіме ренжимін деді. Скорее всего, осы да сияқты деді. Окей дедік, қызық болды. Мен бұндай запроспен ешкімді қабылдап көрмеппін. Ұйқымен проблема бар біреуді. Сөйтіп біз ары қарай кішкене қаза бастадық. Мынандай бір ой келді. Скорее всего, реніш ұйықтай алмағаннан емес, наоборот. Біз де бұны анықтадық. Өзіне ренжігені үшін, бір реніш болған үшін ұйықтай алмайды екен. Ұйықтай алмайды. Бұл сеанста өте көп нәрсе ашылды. Ұйықтай алмағаны үшін арықтай алмайды. Не үшін арықтағыңыз келеді деген кезде менің қазіргі дене бітімі маған ұнамайды деді. Артық салмағым бар. Үйде айнаға қарағым келмейді деді даже. Үйге біз үлкен бір айна алған едік кіреберіске, в полный рост. Бірақ ол айнаның қасынан өтсем қарамауға тырысамын дейді. Өзімнің өз-өзіме ұнамаймын деді бұл айтқан кезде. Хорошо, ары қарай бір уровень терең қазып көрдік. Сізге не үшін өзіңіздің артық салмағыңызды тастау қатты маңызды болып тұр? Не үшін сіз қазіргі жағдайыңызды, қазіргі денеңізді не үшін қабылдай алмайсыз деген кезде бала кезіндегі мамасының айтқан сөздері есіне түсті. Мамасы әлі де бар. Мамам маған кішкентайынан осыны айтатын дейді. Сенің денең, сенің келбетің, сенің қалай көрінетінің ең маңыздысы сол дейді. Сен ақылды боласың ба, болмайсың ба, бірақ сен қыз бала болғаннан кейін саған әдемі болу керек. Именно физически ол не деді, сексуально болу керек дейді. Ең үлкен шарт осы деді. Бұл кісі айтады, Синтия айтады, менің мамам да постоянно өзіне күшті қарайтын дейді. Ол өзінің бағанағы пресс кубиктарымен мақтанатын дейді. Хотя үлкен болса да, жасы үлкен болса да, әлі күні өзінің жақсы күтеді дейді. Бірақ мен примерно подросток болған кезде мені мектепке бір жылдары без формы, кез келген киіммен баруға болатын кезде маған тырыстырып лосины кигізетін қысқа футболкалар, топиктар мені сексуально болған қалайтын дейді. Сен осындай болуың керек, бұл ең маңызды деп айтатын қыз бала үшін. Анам осы нәрсені талап еткен үшін мен де осыған қатты қарайтынмын дейді. Әлі күні осы бір ой менде қалыптасып қалған дейді. Мен егер сексуальный болмасам, онда менің бір құным жоқ сияқты дейді. Подросток болған кезде мамам мені бір жағынан жақсы көрмей бастаған, маған қызғанатын байқадым дейді. Неге? Себебі мен подросток болған кезде менің физический данныйларым оныкінен жақсы болған, ол да байқады дейді. Оның магазины бар еді, киім сатады, неше түрлі көйлектер Турциядан алып келген кезде біз киіп көреміз дейді. Мерит етеміз, ол өзіне киеді, маған киеді, менің үстімде көйлектер әдемірек тұратын дейді. Енді естественно, ол кісі енді үлкен, мен жас болғаннан кейін это было понятно, бірақ ол кісі маған осы нәрсені көп айтатын дейді. Под лицу все к лицу. Қызғанатын. Қызғанғаннан комплимент ешқашан айтпайтын дейді маған. Ең үлкен айтқан комплименті осы. Под лицу все к лицу дейді.
хорошо, енді біз ары қарай тағы қасып көрген кезде мынандай нәрсені айтты. Бұл нәрсені мен кезінде проработка жасаған, бірақ қайттан шығып жатыр деді. Синтияның бала кезі өте ауыр өтті. Оны 7 жасынан бастап 16 жасына дейін өзінің туған әкесі зорлаған, серийно. 4 жасынан бастап ол осы нәрселерді жай бастады дейді. Өзінің жалаңаш кезінде мені көз алдыма шығатын, бірақ 7 жастан бастап 16 жасқа дейін мені кәдімгідей зорлайтын дейді. Бірақ бұны мамамызға айтпайтынбыз дейді. Бұл біздің арамыздағы бір секрет сыр болатын дейді. И енді Синтия өзі бала болғаннан кейін бұл нормально деп ойлайтын да. Әкесі де оған мамаға айтпаймыз, оған айтуға болмайды. Бұл екеуміздің арамызда ғана қалу керек деп айта беретін дейді. Бұны вроде я проработала дейді, но бұл мәселе қайттан шығып өтті. Бұл жерде басқа бір нәрсе шықты, то что ол өмір бойы өзінің ішіндегі бар нәрсесін, бар дүниесін ашуға өзіне рұқсат бермейтін, потому что әкесі оған болмайды деген, и ол бұны ешкіммен бөліспейтін. Бұны әкесі ғана білетін. Мамаңыз әлі біле ме дегенде жоқ дейді. Әкесі қайтыс болған. Әкем қайтыс болған кезде де біз мамамыз екеуміз әлі бұл теманы ешқашан отырып сөйлеспегенбіз дейді. Бірақ менің ойымша мамам білетін сияқты дейді. Бірақ ашық сөйлеспедік дейді. И бір жағынан енді әкесі бұны қызымен істесе, әйелінен қанағаттанбағаннан может істеген де шығар. Сол үшін Синтияның мамасы да кейбір нәрселерге разы болмаған, наверное, и поэтому өзіне қатты күтім жасаған, чтобы күйеуін өзіне қарату үшін. Бәлкім сондай да болуы мүмкін, біз енді бұны білмейміз, мамасынан сұрамадық. Бірақ осындай дүние шықты. Бұл жерде біраз жас ақты, өте ауыр болды бұл сеанс. Шыны керек, осы жерде мен де біртүрлі болдым. Біздегі эмоциямыз біртүрлі, мен де қатты қиналдым. Бірақ бұл нәрсені біз жауып болғаннан кейін бұның түбінде тағы басқа нәрсе шықты. Бағанағы мамасының сен постоянно өзіңді сексуальный болып ұстауың керек, болмаса сенің құның жоқ деген нәрсені. Тағы да терең қазғаннан кейін осы сезімді алып тастадық, осы установканы. Егер де мен өзімнің денеме, түріме ұлдарды қарата алмасам, ешқандай пайда жоқ деген. И осы нәрселерді қазбалай бастаған кезде, оның бала кезін даже кішкентай кезді еске алған кезде мына нәрсе есіне түсті. Оказывается, мамасының аяғы ауыр болған кезде осы Синтияға мамасы аборт жасағысы келген. То есть баланы қаламаған, былай айтқан кезде. Бірақ бір кездері даже әдейі алкоголь ішіп, баласы түсіп қалсын деп сондай ниетпен көп ішкен екен. Бірақ сол кезде әкесі оны тоқтатып, откачали дейді ғой. Синтия все-таки дүниеге келген. Бірақ дүниеге келген кезде де мен всегда осыны байқайтынмын, сезетінмін, то что я нежеланный ребенок дейді. И осы сезімдерін бәрін алып тастаған кезде, то что оған мамасының, папасының көңілінен шығу шарт етті, осы нәрселерді, олардың қалаған нәрселерін істеу, өзіне ұнамаса да. Бірақ бұл нәрселерін бәрін алып тастадық. Соңында мына нәрсені, бұл нәрселер проработка жасағаннан кейін, мамаңыз сізді мектепке қалай киіндіріп жатыр дегенді сұраған кезде, енді мені мамам басқаша киіндіріп жатыр дейді. Уже бағанағы ойларын перепрограммировать еткеннен кейін, мамам мені мектепке жіберген кезде андай тырыстырып киіндіріп жатқан жоқ дейді. Маған элегантный, красиво и элегантно деді. То есть андай бір классика киім сияқты, әдемі көйлек, әдемі костюмдар кигізіп мектепке жіберіп жатыр дейді. И маған қарап қатты қуанып, күліп, мені құшақтап отыр дейді. Комплимент айтқанын әлі елестете алмады, бірақ күлгеннің өзі өзгерді дейді. Жылу бар еді дейді. Осыларды алып тастадық, түбіне жеттік, былай айтқан кезде. 2 сағатымыз кетті осыған. Түбіне жеттік, соны алып тастадық. Одан кейін бағанағы әкесінің жасаған нәрселерін вроде ол жақта проблема қалған жоқ. Бірақ осы жерде тағы да біраз Синтия жылады. Лучше бы я умерла тогда деді бір кездері. Лучше бы меня не рожали. Потому что мен өмір бойы осы қиындықтардан өттім. Өмір бойы ішімдегі өзімнің қалауларымды басып тастап, менен күткен нәрсені жасауға тырыстым дейді. Өзімнің қалаған
нәрсемді, жан дүниемнің ішінде не бар екенін ешқашан ашпағам дейді. Бұндай өмір сүруден ешқандай бір мағына жоқ дейді. Мен лучше бы мен ешқашан тумай сол кезде аборт жасау керек еді деген бір ой келді. Бұны да алып тастадық. Өмір сүруге бір желание пайда болды бір жағынан. Қызығы осыларды алып тастадық. Бағанағы мамасының установкаларын алып тастадық. Былай терең кірдік қой ступенька. Солармен обратно кері шыққаннан кейін соңында өзіңізді айнаға қарағаныңызды елестетіңізші. Басында қарағым келмейді деген. Осы жолы айнаға қарап тұрмын. Дене бітімім әлі сол дейді қазіргідей. Бірақ үстімдегі киімдерім әдемі отыр дейді. Өзіме күшті киімдер алғам. Күшті киімдермен, күшті көйлек, костюмдармен өзімді көріп тұрмын. Маған өте жарасып тұр дейді. Өзім әдемі сезініп тұрмын өзімді дейді. Хотя артық салмақ кеткен жоқ. И соңында уже, давайте для интереса ұйқыңызды тоже тексеріп көрейікші деген кезде, өзіңізді ұйықтап жатқаныңызды елестетіңізші деген кезде, ой, күшті ұйықтап жатырмын, ұйқым қанған, түнде вообще қатты ұйықтап жатырмын деді. Енді бұл как бы сеанс кезінде ғой, күшті дедік, вроде миында, подсознаниеда ешқандай проблема қалмады. Бірақ мен айттым, енді давайте на практике көрейік, сіз бір аптадай өзіңізді бақылап көріңіз, сосын хабарласайық деп. Сөйтіп 5-6 күннен кейін мен ол кісіге жаздым. Синтия, қалыңыз қалай, осы апта қалай ұйықтадыңыз деген кезде мен күтпеген нәрсе болды, мен шок болдым. Алишер, вы не поверите деді, мен 5 күн бойы ұйқым күшті дейді. Крепко сплю, как младенец дейді. Қасымда күйеуім қорылдап ұйықтап отырса да даже оянбаймын дейді. И ол кісі өте риза болды. Оған қарап мен де мәз болдым. Отзывты қайда қалдырсам болады деп ол кісі жаза бастады. Бірақ бұл менің тәжірибемдегі ең ауыр, бірақ ең күшті нәтижеге жеткен сеанстардың біреуі болды. Вроде ұйқымен бастадық, бірақ түбінде өте көп ауыр нәрселер шықты да, өте көп таракандар, мусор шықты. Соның бәрін тазалап болғаннан кейін керемет нәтижеге жеттік. 2 сағат. 2 сағаттың ішінде адам 5 жыл бойы ұйықтамаған проблемасы шешілді. Одан кейін 1 апта бойы күшті ұйықтаймын деді. Сол үшін егер сіздерде кез келген проблема болса, ол не обязательно именно психологический, даже оказывается физический, біздің ұйқымыздың өзі, біздің денсаулығымыздың өзі психосоматикаға байланысты, біздің ойларымызға байланысты ауытқулар болуы мүмкін, ауру болуы мүмкін. Сол үшін мышлениемен жұмыс істеу, енді басқа медицина сізге көмектескен болса, онда мышлениемен жұмыс істеп көруді тоже артық емес деп ойлаймын. Сол ең ауыр, бірақ ең күшті сеанс осы. Егер сіздерге қызық болса, осындай темалар каналға жазылыңыздар. Бұндай сеанстармен, кейстармен әлі де бөлісетін болам. Сұрақтар болса, комментарийға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Оп-оп!